Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Акты сауаттылық 2 интенсив курсына қош келдіңіздер. Бұл курс 3 күннен тұрады. Бірінші күні мультимедиялық сайт мүмкіндіктері мен артықшылықтарымен танысамыз, сайтқа тіркелеміз. Екінші күні сол сайтқа толықтай шолу жасаймыз, тапсырма құрастыру қадамдарымен танысамыз. Үшінші күні сол сайтта өзіміздің авторлық жұмысымызды орналастырамыз, тәжірибе алаңымен бөлісеміз. Енді бұл курстың авторы әрине Бақытгүл Ментор. Мен туралы толық ақпаратты Бақытгүл Ментор инста парақшасынан білсеңіздер болады. Бәріңізге рахмет. Осы курсты таңдағандарыңызға сіздерге пайдалы білім болады деген сенімдемін. Білімдеріңіздің қайырын көріңіздер. Жалпы біздер әріптестер Book Creator деген сайтпенен танысатын боламыз. Бұл бір жағынан сайт, бір жағынан мультимедиялық кабинет, бір жағынан онлайн кітапхана. Яғни сіз өзіңіздің әдістемелік алаңыңызға айналдырсаңыз болады. Тек тиімді пайдалану, қолдану жолын үйреніп алсаңыз, берер пайдасы мол. Негізінен бұл сайттың негізгі артықшылықтары: біріншіден мультимедиялық онлайн кітапхана қызметін атқарады. Одан кейін ол жерде дауыс жазуға болады, видео қоюға болады. Онлайн оқытуда өте тиімді. Сілтемелермен жұмыс жасауға болады. Және сабақ жоспарын құрастырсаңыз да болады. Немесе онлайн кітап ретінде де пайдалансаңыз болады. Яғни ол сіздің шеберлігіңізге байланысты. Алдағы уақытта жақсы нәтижелерменен бөлісеміз, бір-бірімізбен тәжірибе алмасамыз, сол кезде анық көз жеткіземіз. Енді тағы да артықшылықтарға тоқталатын болсақ, оқушыға материалды жүйелеп ұсынуда және акты сауаттылығыңызды дамытуда оң әсерін тигізеді. Одан кейін әдістемеңізбен онлайн бөлісудің тиімділігі. Басқа әріптестерменен ақпарат алмасқан кезде өте тиімді. Одан кейін оқушыны жалықтырмайды. Егер де сіз осы сайтты пайдалану арқылы оқушыға тапсырма ұсынатын болсаңыз, онда оқушы жалықпайды ол жерден. Бірақ сіз тапсырманы дұрыс құруыңыз керек. Басты критерий мінекей осында. Одан кейін сабақ өткізуге тиімді. Сабақ өткізсеңіз де болады. Электронды құжат түріндегі сабақ жоспарын осы сайтқа орналастырсаңыз өте тамаша. Еш жерден көшіріп жүктеп жүрмейсіздер, бәрін сол тапсырманың ішіне орналастырып қоясыздар. Тек қана оқушыға сілтемесін ғана бересіздер, болды. Одан кейін бұл жерде 2 рөл атқаруға болады. Біріншісі мұғалім рөлі, екіншісінде оқушы рөлі. Яғни ұстаз рөлінде сіз тапсырма құрастырып, оқушыға сабақты үйрете аласыз, немесе әріптестеріңізбенен өзіңіздің шығармашылық жұмыстарыңызбен бөлісе аласыз, және оқушыға тапсырма ұсына аласыз. Оқушы рөліне еніп, ол жерде тіркелген кезде оқушы рөлі және ұстаз рөлі деген бар. Сол оқушы рөліне еніп, тапсырманы сізге электронды нұсқада ұсына алады. Өте тиімді. Мінекей ұстаздар, бізде Book Creator сайтының артықшылықтарымен таныс болдық. Енді жалпы сайттың өзіне оралайық. Мінекей мына жерде сайттың сілтемесі тұр. Осының үстіне бассаңыздар болады. Немесе осы сілтемені көшіріп алып, алыңыздар. Курсорды қойыңыздар осында. Сайттың сілтемесін көшіріп аласыңыздар да. Google Chrome поисковик бар ғой, іздеу жүйесі. Мінекей соған барасыздар. Басқалары оны ашпайды. Осы Google-ға іздеу жүйесіне жаңағы сілтемені қоя қоясыздар. Сосын Enter'ді басасыздар. Сол кезде мінекей сайттың негізгі беті ашылады.
оны сіздер орысшаға аударып алуыңызға болады. Жалпы сіздің жаңағы жұмыс алаңыңызда. Бірақ сайтты өкінішке орай орысшаға аударуға болмайды. Мінекей менде автоматты түрде ауысты интерфейс. Енді войти в систему деген бар, иә. Сайтқа ену үшін осы войти в систему дегенді басасыздар. Немесе ағылшынша sign in деп тұрады. Мен қазір шығып кетейін. Енді осы жерде жаңағыдай sign inді басқаннан кейін мына жерде мына осындай терезе ашылады. Бұл жерде студент болып кіруіңізге болады сайтқа, немесе ұстаз болып кіруіңізге болады. Сіздің рөліңіз ұстаз болғаннан кейін мындай галочканы басасыз, сонда мына ұстаз teacher sign in деген ақ болып тұрады. Ол жерде екі жолменен тіркелуге болады. Біріншісі сіз Gmail, Google почтаңызбенен тіркелсеңіз болады, немесе email почтаңызбен тіркелсеңіз болады. Негізінен Gmail-мен тіркелген жағдайда сізге ешқандай код та келмейді, сілтеме де келмейді, бірден тіркеле аласыз. Ал егер де email-мен тіркелген жағдайда, онда сіз почтаңызға кіріп, жаңағыдай сілтеменің үстінен басып өтуіңіз керек болады. Мен сіздерге осы ұстаз рөліне еніп, қазір тіркеліп көрейік сайтқа. Мінекей ұстаз рөлін ендім, ақ болып тұр. Енді sign in with email дегенді таңдаймыз. Мына жерге email сіздің почтаңызды жазасыз. Мен мысалға поштам mail.ru, Бақытгүл төменгі сызықша 89 mail.ru. Сосын next басамыз, яғни алға деген сөз келесі. Сосын мына жерге мен парольді жазамын. Пароль менде автоматты түрде жазылып тұр. Сіздер де жазсаңыздар болады. Сосын sign inді тағы басамыз. Мінекей. Сол кезде парақшаға мен кіре алдым, иә. Мен енді оның алдында тіркелгенмін ғой. Жалпы мына email-мен жай ғана тіркеліп қойдым, мен онымен жұмыс жасамаймын. Бірақ ұстаздарға көрсету үшін тіркелген болатынмын. Ал сіз бірінші тіркелген жағдайда жаңағыдай енесіз, содан кейін барып сізге айтады. Почтаға кіріп сілтемеме өтіңіз дейді. Сол кезде сіз өзіңіздің почтаңызға кіресіз де, почтаңызға кіресіз. Mail.ru-ға кіресіздер де. Мен сізге көрсетіп жатырмын ұстаздар түсінікті болу үшін. Сосын почтаға кірдіңіз. Осы почтаға кірген кезде сіз кірістердің бәрін қарайсыз. Мінекей. Осындайда hello деп шығып тұрады. Сіз осының үстінен басасыз. Сосын мына жерде сілтеме бар. Сілтеме келіп тұрады. Соның үстінен басасыз. Сол кезде енді мен әрине тіркеліп тұрмын, бірақ сіздерге мына жерде жазу болады сарымен. Әрмен қатар ену деген. Мінекей соны басасыңыздар да подтвердить етесіз. Болды, содан бірден сайтқа тіркелесіз. Ал егер сіз Gmail-мен кіретін болсаңыз, онда ешқандай да сілтемені басып өтудің қажеті жоқ. Бірден автоматты түрде қосыла аласыз. Мінекей осындай. Сосын сіздерде сіз мына сайтқа кірдіңіз ғой, сол кезде new book деген бар, иә. Осы new book-тың ішіне сіздер өзіңіз жасайтын кітабыңыздың көлемін таңдасаңыз болады. Оның барлығын мен екінші сабақта түсіндіремін. Жалпы бұл сайттың функцияларының барлығы екінші сабақта түсіндіріледі. Мінекей мына біреуін таңдап, әрмен қарата сіз өзіңіздің авторлық онлайн кітаптарыңызды жасай берсеңіздер болады. Ал барлық қадамдар, кітап құрастырудың қадамдары,
оның барлығы екінші сабақта үйретіледі. Сіздер бірінші сабақта тек жай ғана тіркеліп қойсаңыздар болды, сайтпен танысып. Енді қайтып оралайық. Сөйтіп біздер сайтқа шолу жасадық, тіркелдік делік. Енді әрмен қатар ұстаздар, сіздер осы сайт туралы бұрын білдіңіздер ме? Жалпы хабарыңыз бар ма еді? Сол жөнінде мына бір орын, ұстаздар жауаптарыңызды осы ұяшық ішіне жазыңыздар деген сөзді кетіріп тастап, осының орнына жазасыздар. Одан кейін курс туралы кері байланыс. Жалпы осы бірінші сабақ бойынша кері байланысты жалпы түсіндірілуі, өтілу барысы, мінекей сіз алған ақпараттар құнды болды ма, сізге пайдасы тиді ме? Сол жөнінде жалпы кері байланысыңызды осы свод талдауға жазасыңыздар. Сіздерге пайдалы білім болды деген ойдамын. Курсқа қатысқандарыңызға көп рахмет.